Жақында Ресей билігіне жақын медиалар Украина қорғаныс министрлігінің құжаты жайлы материал жариялаған. Құжат Украинадағы құпия биологиялық зертханалардың ақш әскери биологиялық зертханаларымен байланысын дәлелдейді. Инсайдер журналистері құжатқа қаншалықты сенуге болатынын қалай тексерді? Түсіндіреміз. Ресейде бұл жайлы ең бірінші «Известия» телеграм-каналында тырнақша ішінде сенсация ретінде айтылды. Кейін билікшіл медиалар атап айтқанда «Взгляд», РЕН-ТВ және «Царград ТВ» каналы да құжат жайлы жаза бастады. Мысалы, документте Зеленскийдің америкалық зертханаларымен жұмыс істеп, украиналық кәсіпорындар мен әскери қызметкерлердің жеке деректерін жою туралы жарлыққа қол қойғаны жазылған. Бәрі рас секілді көрінуі мүмкін. Алайда инсайдер журналистері құжатта украин тіліндегі жазылған қателерді анықтаған. Мысалы, олардың болжауынша мәтін алдымен орыс тілінде жазылып, кейін украин тілінде қате аударылған. Мәселен, құжат мәтінінде жеке іс тіркесі. Бұл менің ісім деген мағынаны білдіреді. Ресми құжатта жауапты адамдар мұндай қатені жібермейтіні түсінікті емес пе? Бұдан бөлек, фейк құжатта украин тілінде жазылған көше және қала сөздері дұрыс қысқартылмаған. Сонымен қатар, Украина арнайы қызметінің өкілі инсайдер журналистеріне ресми құжаттар мұндай болмайтыны, яғни біраз өзгешелік бар екенін айтты. Бұл жағдай бірінші рет болып отырған жоқ. Бұған дейін де Ресей Украинаға соғыс ашқалы сан түрлі дәлелсіз ақпарат таратты. Мысалы, Ресей қорғаныс министрлігі Украинада Пентагонның зертханалары бар екенін айтты. Зертхана қызметкерлері Ресейге жарғана және басқа да құстар арқылы бактериялық қарумен шабуылдауды көздейді екен. Бірақ мұндай мәлімдеме жасалса да еш дәлел келтірмеді, жай әңгіме күйінде қала берген. Біріккен ұлттар ұйымы да бұл ақпаратты растамады, ал ақш тарапы Ресей билігінің мәлімдемесін провокация деп атады. Соғыс кезінде тараған ақпаратқа мұқият болыңыздар, себебі күмәнді деректер көп болуы мүмкін. Бұдан бөлек, каналға тіркеліп, біздің видеоларымызды жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.